Жақында әлеуметтік желілерде Үштөбе қаласындағы әкім сайлауында сиясы өшірілетін қалам пайдаланылғаны туралы видео тарады. Видеоны бірге көріп алсақ. О, стирается. Смотрите. Кайф. Это что? Что такое? Объясните. Объясните, что это такое? Видео авторы қаламмен параққа жазып, үстіне оттық тақайтыны, сол сәтте қалам сиясы өшетіні анық көрінеді. Видеоның 14 секундында қалам сыртындағы Moment Remove by Friction деген жазуды анық байқауға болады. Интернетте дәл осы қаламдардың жарнамасы жиі шығады. Мысалы, олардың сиясы өшірілетіні жайлы Amazon сайтында жазылған. Бұған қоса, видео авторы басқа бөлмеге кіреді және сол жерде отырған қызметкерлердің үстелінде жоғарыда айтылған қаламға ұқсас тағы бір қалам байқалады. Қызметкер екі қаламды тартпаға тығуға тырысқанда қаламдардың жай ғана ұқсамайтыны, яғни олардың бірдей екені көрінеді. Көп ұзамай мәселеге аудан әкімдігі араласып, видеоны арандату және хайп мақсатында түсірілгенін хабарлады. Әкімдік мәліметінше видео авторы аталған қаламды өзімен әдейі алып келген болуы мүмкін. Енді қорытындыласақ. Дегенмен, әкімдік мәлімдемесі күмәнді болып көрінеді. Администрация автордың қаламды өзімен бірге алып келгенін және ол басқа да көк қаламға ұқсас екенін жазады. Алайда видеодан дәл сондай қаламды сайлау учаскесіндегі кем дегенде бір қызметкер қолданған. Қалам жайлы зерттесек, оның шынымен сиясы өшірілетіні анықталды. Мұндай қаламдар Amazon мен AliExpress интернет дүкендерінде сатылымда бар. Құрметті көрермен, каналға және желі парақшаларымызға тіркеліп видеоны бөлісіңіздер. Амандықта жүздескенше, фейк ақпараттарға алданбаңыздар.